Қайырлы таң, қайырлы күн, қайырлы кеш, қалайсыздар? Тендер бойынша алғашқы қадам атты тегін сабаққа қош келдіңіз. Бұл сабақ сізге пайдалы болады. Сондықтан да сабақты көретін кезде тамақ істеп отырып, за рулем кетіп бара жатып, немесе жатып алып көрудің қажеті жоқ. Себебі бұл жерде мяса пайдалы ақпараттар айтылады. Блокнот ручкаларыңызды алыңыздар, жұмыстардың барлығын тындырыңыздар да тыныш жерде тек өзіңіз ғана сабақты қараңыз. Ал көп созбай бастайық. Тендер әлеміне қош келдіңіз. Енді қысқаша өзім жайлы айтып кетейін. Жалпы мен тендер арқылы қандай жетістіктерге жеттім. Дубайға барып шетелге саяхаттадым, жаңағыдай сафариге барып демалып қайттық. Жақында ғана өзіме Hyundai Elantra автокөлігін салоннан сатып алдым. Мінекей ата-анама Hyundai Tucson автокөлігін сатып алдым. Менің мама папам, ортада тұрған мен. Ал енді тендер арқылы менің студенттерім бар, жетістікке жеткен. Олар Гүлнұр ханым мемлекеттік жұмыстан шығып, қазіргі таңда тендермен айналысып, су жаңа машина алды. Тағы да Гүлнұр деген бір әйел бар. Ол кісі де минуспен, қарызбен, декреттегі әйел болып, в общем, сондай қиын жағдаймен келген. 8 миллион теңге 6 айдың ішінде 8 миллион табысқа шығып, қазіргі таңда уже үй салып, бастап, уже фундаментін құйып, үстін көтеріп жатыр. Мөлдір деген ханым тоже Кентау қаласынан 200 мың айлықпен келген. Қазіргі таңда Kia K7 машинасын алып, айына қазір нақты 1,5 миллион деп тұр. Қазір уже 3-4 миллион теңге табыс табады. Енді егер де сіз қазірден бастап тендермен айналысуды бастап, уже тендерді үйреніп, алғашқы қадамыңызды жасайтын болсаңыз, гарантированно 5-6 айдың ішінде сіз уже миллионнан жоғары табысқа шыға аласыз. Енді өзім жайлы тағы да кішкене ақпарат. Есімім Нұрболат Рахымбердиев. 5 жылдық тәжірибесі бар тендер экспертпін. Биыл мен 5 жыл болды. Инвестормын, оқушылармен инвестиция жасаймын, және кәсіпкермін, басқа да бизнестерім бар. 2 жылда 10 түрлі кәсіп аштым. 16 жасымнан бастап тендерді бастадым. Қазіргі 21-де жасым. Яғни 5 жыл болды уже. Бір айдың ішінде енді бастап жүргенде 50 тендер жауып, бір айда 5 миллион теңге оборот жасаған 16 жасында. Ең үлкен ұтқан тендерім суммасы 30 миллион теңге, таза пайдасы 8,5 миллион теңге, благоустройство, детский площадканың тендері. Енді тендерге дейін мен неме айналыстым? Жалпы тендерге дейін мен вата саттым, попкорн саттым, товарка саттым, набор ключ деген сияқты, осындай фараларды полировка жасадым. Осылай майда үштеп бизнестер бастадым, бірақ бизнестегі табыс тұрақсыз болғаннан кейін тендерге толыққанды ауысып кеттім. Енді сіз бүгінгі сабақта нақты не үйренесіз, нені түсініп кетесіз? 2025 жылғы тендердегі өзгерістер қандай? Ол өзгерістер бізге әсер ете ма? Тендерді нөлден қалай бастаймыз? Қандай тендерлерде маржа көп қалады? Тендер бастау үшін қанша теңге керек? Қалай тендер арқылы айына стабильно 1 миллион теңгеден жоғары табыс табуға болады? Осының барлығын қазіргі тегін сабақта соңына дейін сізге айтып беремін. Соңына дейін менімен бірге болыңыз, соңында сізге керемет бонус беретін болады. Кеттік дальше. Енді бұл сабақта нақты конкретті инструменттер, только керек, без воды, мясо ақпараттар ғана айтылады. Енді сіз кімсіз? Мені көріп отқан кімсіз? Декреттегі ана, может быть студент, мұғалім, жеке кәсіпкер, өндіріс цехы бар, мебельный цех, металлический цех, пластик терезе тағы басқа. Мемлекеттік қызметкер, налоговый, акимат деген сияқты, больница деген сияқты. Немесе жұмыссыз жүрген, бір нәрсе бастау керек еді, бір тема керек еді, ақша табатын деп жүрген адам болсаңыз, тендер сіз үшін арналады. Енді тендер дегеніміз не? Тендер ол мемлекетпен прямой бизнес. Сіз бизнесті халықпен, басқа біреумен жасамайсыз. Тек қана мемлекетпен жасайсыз. Мемлекетпен жасалған бизнес ол заңды, ол келісімшарттармен бірге согласовать етіледі. Сондықтан ол жақта лақтырып кету, қадап кету, минусқа кіру деген тема жоқ. Тендер ол ешқандай рисксіз табысқа жетудің ең тез және ең тиімді, тәуекелі аз бизнестің түрі. Қазір оны мен сіздерге 100% дәлелдеп беретін боламын. Кеттік. Статистикамен бөлісейін. Қараңыздар, финансовый год 2025 деп тұр, мына жерде 2025 деп тұр. Администратор отчетности дейді. Яғни 2025 жылға, бүкіл Ақтөбе, Атырау, бүкіл Қазақстанның облысына жалпы госзакуп порталы бойынша бөлінген ақша. Енді міне, общий объем закуп. Итаго 9 триллион 357 миллиард. Мінекей қараңыздар. 9 триллион 357 миллиард 965 миллион 510 мың 566 теңге. 9 триллион в общем. Солай айта салайын. Енді 9 триллион деген ол қандай сумма? Миымызға картинка беру үшін мен бұлай қысқаша айта салайын. 9 триллион дегеніміз ол бізде Түркістанда нормальный средний качестводағы 2 бөлмелі квартираның ақшасы 15 миллион теңге тұрады. Енді мен 9 триллион 357 миллиард 965 миллион 510 мың 566-65 тиынды бөлемін 15 миллион теңгеге. Сонда 623 мың 864 штук квартираның, 2 бөлмелі квартираның ақшасы осы тендерге бөлінген. Триллион, тіргемей қалады тука сияқты біреулер. Енді
Жалпы бұл тендерді бастап кету үшін сізге офис алып, мынандай офис арендовать етіп, бір склад арендовать етіп, бір подвалда, бір магазин немесе бір көп бір миллиондаған ақша, таныс аға, көке, там, дядька, арнайы бір білім, бір магистратура, докторантура, опыт, тәжірибе, немесе товардың тендер болса, қолында наличие товар, немесе работа тендер болса, қолында бригада болуы қажет жоқ. Неге? Тендер бастау үшін керегі ноутбук, ЭЦП ключ, ИП, банковский счет және 15 000 теңге жеткілікті. Мыналардың барлығын ашуға 5 минут уақытыңыз жетеді. Ноутбук табуға болады, ЭЦП ключті ашуға 2 минут кетеді, ИП-ны Каспий Голдтан 1 минутта ашасың, банковский счетты ашасың, и 15-20 мың теңге болса болды, жеткілікті. Енді тендерден қалай ақша табамыз? Мысалға, бір мектеп, допустим, 400 комплект парта тендерге жариялайды. 23 000 теңгеден 400 комплект парта 9 миллион 200 мың теңгеге порталда ақша жарияланған тендерге. Енді біз оны мебельный цехпен келісеміз де, әрбір штук партаны жасаймыз 13 500-ден келісеміз, үлкен объемға. 13 500-ді 400-ге көбейткенде 5 миллион 400 мың теңге, ол бізде товардың ақшасы, және плюс 600 мың теңге доставкаға кетеді, үлкен объем ғой енді. 3% налог 255 мың теңге, жалпы шығын бізде 6 миллион теңге болды. Енді 6 миллион 255 мың теңге болды, қателік кеткен. Оған как минимум 2,5 миллион теңге таза пайдамыз үстіне қосамыз да 8,5 миллион теңгемен ұтып аламыз. Бізде порталда тендерге бөлінген ақша 9,2 миллион теңге. Жалпы тендер деген осылай алып сату. Енді тендер ұтып, тендер нәтижеге жету үшін сізге керегі, не істеу керек? Госстаку порталына кәдімгідей тіркелесіздер, пайдасы жақсы қалатын тендерлерді табасыздар, тариф қосасыздар, заявка бересіз, тендерді ұтасыз, товарды алып барасыз, товарды алып барғаннан кейін документациясын жасайсыз, сосын сізге олар ақшаңызды түсіреді. Осы процестің барлығын жасау үшін сізге бар болғаны 2-ақ күн жеткілікті. Енді давайте мен сіздерге қазір порталдың ішінен практика жүзінде дәлелдеймін. Мысалға, мына тендердің қазір порталда мен сіздерге былай көрсетейін. Қараңыздар, номер объявлениені жаттап алайық. Неге мен сіздерге Госстакпен ашып көрсетемін. Мінекей, мынау Госстаку порталы. Госстаку деп сайтқа сіздер өздеріңізге кіріп қарай бересіздер. Мен сіздерге бір қарапайым тендерді былай дайындап қойғам. Қазір мен соның номерін жазайын. Так, 144 929 08 1 929 08 1 и найдиді басамыз. Міне тендер шықты. Қараңыздар, бұл қандай тендер десеңіздер, бұл туалетная бумаганың тендері. Туалетная бумага обычный, качественный туалетная бумага от отечественных производителей деген. 10 мың рулон керек, 10 мың рулон, әр рулонға міне 141 теңгеден ұсынған 10 мың рулон. Тендердің общий суммасы 1 миллион 410 мың теңге. Енді кіріс шығыс есептейтін болсақ, қараңыз, мінекей, тендер 1 миллион 410 мың теңгеге жарияланған. Ол оптовиктегі бағасы, қараңыздар, туалетная бумага оптом 40 теңгеден штукасы, оптовикте рулон штукасы оңғандай, бір рулон, бір штук деп айтылады. 40 теңгеден, міне, оптовиктің өзінен. Енді қараңыздар, 40 теңгеден 10 мың рулонымыз болады 400 мың теңге. Закуп товары. Доставкамыз бар, мына Алматыдан мына жақ Атырауға дейін жіберу керек. Мінекей, Атырауға жіберу керек. Доставкамыз болады бізде примерно 50 мың теңге. Және налогтың ақшасы бар, ол 30 мың теңге болады. Жалпы шығын үшеуін қосқанда болады 480 мың теңге. Ал енді бізде общий шығын 480 мың, үстіне как минимум 500 мың теңге прибылімізді қоямыз да 980 мың теңгеге заявка береміз. Қатысамыз бұл тендерға. Ал бұл тендерге бөлінген ақша қанша еді? 1 миллион 410 мың теңге. Сіз 980 мың теңге төмен берсеңіз, реально гарантированно бұл тендер ұтасыз да, простой 500 мың теңге уже қалтаңызда. Есептей беріңіз. Тағы бір тендер көрсетейін. Так, лампа светодиодный, тағы да номер объявлениені жаттап алайық. Так, 122, өшіріп орнынан жаза саламын мен. 122 77 35 сызықша 1. 77 35 сызықша 1. Лампа светодиодный деген. Көрейік қазір. Так, енді бұл жерде 650 теңгеден 500 штук сұраған. Мінекей. Бұл жерде, жоқ, 2000 теңгеден мінекей 500 штук сұраған. Қараңыздар, екі түрлі лот, екеуі енді екі түрлі характеристикада ғой бұл жерде. Енді қараңыздар, бұл жердегі бұның бағасы 650 теңгеден. Тендер 1 миллион теңгеге жарияланған. Міне, 1 миллион теңгеге жарияланған. Әр қайсысына 2000 теңгеден общий 500 штук сұраған. Бізде ол оптовикте бағасы әр қайсысы мінекей оптом розницу 650 теңгеден. 650 теңгеден 500 штукқа көбейтеміз. 325 мың теңге
товарға кететін шығын. Доставкаға 30 мың теңге кетеді. Налогқа 25 мың төлейміз обязательно. Жалпы шығын мыналар қосқанда 380 мың теңге. Бұған да как минимум 500 мың теңге пайдамызды қосатын болсақ, 880 мың теңгеге заявка беретін болсақ мына тендерге, біз гарантированно ұтамыз. Себебі бұл тендерге бөлінген ақша 1 миллион теңге. Бағаны төмен берсек, біздің ұту шансымыз жоғарылайды. Осылай мына тендерден 500 мың, мына тендерден 500 мың теңге. Енді ең қызығын айтайын. Сіз мына заттарды алдын ала сатып алып, сіз қолыңызда болу міндетті емес. Сіз просто осы оптовиктермен хабарласып, бағасын біліп, доставкасын, барлығын кіріс шығысын звондап 2-ақ минутта сөйлесесіз де, келісесіз, бағаны шегелеп қоясыз, бірақ сатып алмайсыз. Уәде бермейсіз нәрсе. Все хорошо деп трубканы қоя саласыз да, сөйтіп тендерге шығыныңыздың үстіне жаңағыдай өзіңіздің пайдаңызды 500 мың теңге пайдаңызды қоясыз, 880 мың теңге заявка бересіз. Ұтылып қалсаңыз, ештен кетпейді. Тендер бітті, хорошо, бұл басқа тендер іздей бересіз да. Ана жақта сатып алудың міндеті жоқ. Сізге сатып алу міндетті емес. Ал егер ұтып қалсаңыз, бағаңызға орай ұтсаңыз, онда ұтқаннан кейін ғана барып, сіз ана оптовиктен товарды сатып аласыз да. А тендерді ұттыңыз ғой, ол тендер железобетон сіздікі. Товарыңызды апарғаннан кейін, как минимум 2 аптада шотыңызға пайдасымен 880 мыңды общий аударып жіберетініне не бар? Өкімет тарапынан гарантия бар. Олар, аударамыз, кешке Каспиймен жіберемін деп лақтырып кетпейді да олар. Точно сен товарыңды жеткіздің ба, болды, бітті. Алдың да, саған ақшаны 2 аптада аударып береді, құжаттарын өткізсең болды. Мысалға. Яғни сен товарды сатып алып, алдын ала закуп жасап қажет жоқ. Қараңыздар, мына тендерден 500 мың прибыль, мына тендерден 500 мың прибыль, болды, миллион теңге осылай 2-ақ тендерден бір айдың ішінде таба аласыз. Қатты қиын нәрсе емес, оған бір магистратура, докторантура оқудың қажет жоқ. Міне, дәл осылай тендер арқылы сізге табысқа шығу үшін сізге керек нәрсе, тендерді іздейміз, оны табамыз, оптовикпен келісеміз, товар сатып алмаймыз, просто бағасын келісеміз, кіріс шығысты есептейміз, қатысамыз, ұтылып қалсақ ештеңе етпейді, товар сатып алуға қажет жоқ. Тендерді ұтқаннан кейін ол тендер железобетон сіздікі, 2 аптада ақша түсетініне гарантия бар. Тендерге салған ақша тез ақталуына гарантия бар. 1 миллион тендерге салдың ба, 1,5 миллион шығарып аласың. 1 миллионды трейдингқа, донер ашуға, PlayStationға, игротека бизнесін ашуға, массажный салон ашуға, стоматология ашуға салшы ақшаңды. Оны қанша уақытта ақтап аласың? А тендерге сен 10 миллион салсаң да, 100 миллион салсаң да, сен 1 ай, 2 айдың ішінде ол ақшаны еселеп, пайдаңмен қосып сатып аласың. Яғни пайдаңмен қосып аударып аласың. Еще НДС қосылған болса, өкімет НДСіңді де бөлек қосып аударып береді, НДСіңді де төлеп береді, бір сөзбен айтқанда ше. Енді бір тендерді, бағанағыдай мынандай тендерді іздеп, кіріс шығысын есептеу үшін бар болғаны 2 сағат уақыт кетеді. Міне, мынаның бәріне 2 сағат уақытыңызды арнайсыз да, болды, бітті, 500 мың теңге, 1 миллион теңге айына жұмыспен қатар, сабақпен қатар үйде отырып та смело күліп ойнап ақша таба аласыз. Дәл осы мына схеманы қолдану арқылы менің табысқа шыққан студенттерім бар. Ол Байжігіт, біріншісі Байжігіт. Қазіргі таңда менің серіктесім. 50 мың теңге стипендия алып жүрген студент. Точка А, точка Б қазіргі таңда оборот 25 миллион. Таза пайда айына 3-4 миллион теңге пайда. Жасы 19-да. Күні кеше 20-ға толған жігіт мысалға. 20 жасар жігіт істеп жатыр. Фатима деген ханым бар, декреттегі кісі. Басқа кісіден оқыған, 0-мен, минуспен келді маған. Жеке менторлықта оқыды дағыны. Точка Б 600 мың теңгеден жоғары табыс тапты. Қазір 800 мың почти миллион теңге тауып жүр. Алдың статистика ғой. Нұрхан және Нұрлан деген 2 кісі келген. Субподряд болып біреудің жұмыстарын, электрический, сварочный жұмыстарды біреудің қол астында істеп жүрген, біреудің ұтып алған тендердің жұмыстарын істейді да. Бұлай болмайды деп, қой өзіміз тендер ұтайық, өзімізге көп пайда қалады ғой деген ниетте екеуі де келіп оқыды, 2 серіктес болып жұмыс істеді. Точка А екеуі айына 500 мың сондай тауып жүрген. Қазіргі таңда обороттары уже 15 миллион деп жазып тұр мына бірақ 15 миллион емес, қазір уже 25 миллионға кетіп қалды. И жақында ғана Nissan деген машина алды, қап-қара Nissan бірдеңе, Vespa, сондай 8 орындық машина. Новый емес, бушный. Жылы жаңа салоннан 13 миллион 500 мыңға ма, 14 миллионға ма за наличку сатып алды. Наличкеге алған, өз-көзіме тексердім, кредитке алдым деп алдаған жоқ. Мінекей, тендер арқылы табысқа, осындай табысқа шыға аласыз сіз де, егер қазірден бастап тендерден меңгеріп, уже тендерге қатысып үйренетін болсаңыз ғана. Енді бір сөзбен айтқанда, тендер дегеніміз не? Тендер сен ортада тұрған посредниксің, көпірсің сен, делдалсың. Сенің айналаңда сен үшін барлығы жұмыс жасайды. Тендер шығады, ақшасын есептейсің, пайдаңның үлесіңді алып отырасың өкіметпен тікелей бизнес жасау арқылы. Барлығы заңды, барлығы адалынан, ешқандай таныс, ешқандай аға, көке, ондай бір опыт керек жоқ. Алда госзакупқа тіркелді, қатыста ұта бер. Енді тендер саласында қазіргі кезде конкуренция көп, ұту қиын деп жатады. Мен сіздерге статистиканы көрсетейінші. 2024 жылғы тендердегі статистика. Запрос ценовых порталда, яғни запрос прием цены, обычный тендерлар
1.632.552 тендер жарияланған былтыр 2024 жылы. 1.632.522 тендер. Соның ішіндегі 713.415 тендер ғана орындалған, ал 883.162 тендер, почти 50%-нан көбі, ешкім қатыспаған. Бұл сөйге айтып кеткен. Неге? Потому что тендерге қатысушылар аз, үлгере алмай жатырмыз. 8464 тендер отмена етілген. Неге? Оны вообще ешкім қатыспаған, оны басына шығарған, оған да ешкім қатыспаған. Поэтому тендерде қазір бастаған абзал, ешқандай конкуренция жоқ. Конкуренция бар, но бірақ конкуренция бар жерде не бар? Ол жерде ақша бар. Ол жерде бір тіршілік иесі бар деген мағына білдіреді. Конкуренция бар, бірақ конкуренцияның арасында да ұтылудың жолдары бар. Енді қысқаша айтқанда тендер ол табысқа жетудің және ең тиімді, ең тәуекелі аз және салған ақшаң тез, ұзағымен 30 күнде пайдасымен еселеніп, банковский счетыңа тыңқ етіп түсе салатын ақша. Енді бір сөзбен айтқанда, арзанға алдың, қайшыны констовардан алдың 100 теңгеден, өкіметке 200 теңгеден саттың. Надан 1000 штук сатасың, 200 мың теңге пайда табасың деген сияқты мағынада. Енді тура осылай алып сатумен, мысалы Балым ханым деген кісі бар, мұғалім болып жұмыс істейді, мұғалім 150 мың айлық алған, тендерге келеді да, стеллаж, сварочный тендерларға қатысып 700 мың теңге табысқа шығады. Нұрназар деген студент жігіт бар, жасы 19-да, кәсіпкер, бір балық сатумен айналысады, айына 300 мың теңге тауып жүр. Тендерге келеді да, точка Б 960 мың теңге бір тендерден пайда көреді. 960 бір тендерден, бірнеше тендер емес, бір тендерден. Енді егер сізде менің студенттерім сияқты және мен сияқты тендерден айналысып, тендерді бастап, тендер арқылы кемінде айына 500 мың теңгеден жоғары табысқа шыққыңыз келсе, онда менде арнайы сіз үшін тендермен айына 500 мың теңге таппау ұят атты дайын курс бар. Дайын өнім бар. Аласың, қолданасың, практикада қайталайсың и табысқа шығасың. Енді бұл сабақтан сіз не үйренесіз? ИП ашу, тендерге тіркелу, тарифті қосу, тендер іздеу, заявка беру, тендерге заявка. Және біздің тараптан оптовиктердің тізімін береміз. Маржасы көп қалатын және конкуренциясы аз нишалардың тізімі, ұтқаннан кейінгі документация, товар, работа, услуга, смета, субподряд, доп соглашение және басқа қалаға бармай тендер ұту. Сіз өз қалаңызда, өз үйіңізде отырып, ешқайда бармай-ақ онлайн түрде тендерді ұтып, орындап ақшаңызды ала бересіз. Және жұмыс тендері болса, сенімді бригада мастер табу, заказчик тарабы товарыңды немесе жұмысыңды қабылдамаса не істейміз? Заказчикпен заң тілінде сөйлесу. Яғни сіздер бұл тендерді тек қана товарды апардым, жұмыс істедім ол емес. Бұл жақта сіздер заң жағында, юридический жағында мықты білу керексіздер. Потому что новичоктарды заказчиктер былай кекетеді. Кекетеді дегенде сындырады, короче. Мынауың дұрыс емес, анауың дұрыс емес, әртүрлі әңгіме айтады да сізге ше. Ол сіз заңды білмесеңіз, өз құқығыңызды өзіңіз білмейтін болсаңыз, онда сізді лақап етеді да, құлақтан тебеді да, құлағыңызға тонна лапша іліп, сізден 10 мың, 20 мың, 50 мың, 100 мың теңге сындырып алады. Ал сіз заңды білсеңіз, онда сіз олар сізге артық әңгіме айта алмайды. Знаешь, сам себе юрист, сам себе визажист деген курс бар еді баяғыда. Тура сондай сам себе юрист. Сот болған жағдайда сотта жеңілмеудің жолдары, штрафқа түспеу, черный списокқа кірмеу, және демпингтің алгоритмін сындыру, антидемпинг деген тема бар қазіргі таңда, және команда құру, сопровождение жасайтын боламыз, және менің 5 жылдық тәжірибемнің жиынтығын, соғын бет сығындысын беремін да. Мадим, аласың, қолданасың, жасайсың, 500 мыңнан жоғары, это как минимум табысқа шығасың. Ол жағы гарантирован. Енді курстың форматы онлайн, дайын тұрған видео сабақтар, барлығы қазақ тілінде, және жалпақ тура осындай термин сөздер қолданбаймын мен. Заң бойынша, пункт бойынша емес, жалпақ тілде барлығы қадам-қадаммен пошагово соғырға таяқ ұстатқандай, тайға таңба басқандай, әліппе үйреткендей қылып дайындап түсіріп қойғам қазақша. Просто соны көресің, қайталайсың и айына кемі 500 мың теңгеден жоғары табыс таба аласың. Енді бұл курстың бағасы, негізгі бағасы 250 мың теңге тұрады. Егер де дәл бүгін шешім қабылдап төлем жасайтын болсаңыз, сізге арнайы 90% жеңілдікпен бағасы 25 мың теңге. Қараңыздар, негізгі бағасы 250 мың теңге. Егер дәл бүгін шешім қабылдап бүгін төлем жасайтын болсаңыз, как минимум 90% жеңілдікпен аласыз да, ең минимальный жеңілдік, мега жеңілдік бағасы 25 мың теңге тұрады. Енді қараңыздар, ойлаңызшы, сіз 25 мың теңге инвестиция жасайсыз, өзіңіздің басыңызға 25 мың теңге шығын шығарасыз да, шығын емес инвестиция. Сол білімді алып, сіз миллиондар алып келеді сізге. Как минимум 500 мыңнан жоғары. Ал енді Нұрболат, алғым кеп тұр, тендер басағым кеп тұр, бірақ бүгін алғым кеп тұр скидкамен, бірақ қалтамда 25 мың теңге жоқ еді дейтін болсаңыз, онда бізде Каспи рет бар, 3 айға бөліп төлеу, үстіне ешқандай пайыз қосылмайды. Және рассрочка, Каспи рассрочка, халық рассрочка 12 айға бөліп төлеу бар.
оның да үстіне процент қоспаймыз, тура сол бағаны 12 айға бөліп төлейсіз. Жоқ, Нұрболат, мен косяктамын, соны списоктамын, счетым бар аресте, тындым десеңіз, бірақ алғым келіп тұр десеңіз, как минимум 5000 теңге предоплата қалдырасыз. Қазір сабақ көріп болдыңыз ғой, шешім қабылдайсыз ба? Мен дайрегіме төменге сабақты алдыңыз ғой, инстаграмнан түсіп, маған жазасыз. Саламатсыз ба, ассалаумағалейкум, осындай сабақты алғым келіп тұр, жаңағыдай тендер бойынша сабақты алғым келіп тұр, предоплата төлегім келіп жатыр. Егер сіз 5000 теңге предоплата төлем жасап қоясыз, сізден артық ақша болмаса, сөйтесіз дағыны скидка баға 25000 теңге сақталады. Сөйтіп 5000 теңге төлем жасап, аударып чек жібересіз, имя фамилияңызды жазып қоясыз. Қалған 20000 теңгесі айлық түседі, бір жерден пайда болған кезде соны төлем жасайсыз да сабаққа доступ аласыз. Сосын мына сабақ көріп болғаннан кейін, 4-5 күннен кейін, бір аптадан кейін барып сабақты алайын деп едім десеңіз, кешіріңіз, баға 25000 теңге болмайды, баға уже 250 000 теңге болады. Бәде айтқаным айтқан, еркекше сіздерге айтып отырмын. Сондықтан да ал егер жоқ сразу алатын болсаңыз, кәдімгідей 20000 теңге толық төлем немесе рейд рассрочкамен төлем жасап, сабаққа доступ сразу аласыз. Және ең басты ерекшелік, менде видео сабақтарға доступты сіздерге мәңгілікке беремін. 6 айға, 1 жылға деген ограничение жоқ. Мәңгілікке доступ аласыз. Яғни ол нені білдіреді? Сіз өмір бақи соңғы жаңалықтардан, тендердегі соңғы жаңалықтардан хабардар болып жүресіз. Себебі мен тендерде заң өзгерген жағдайда, тендерде документация өзгерген жағдайда сол платформаға новый білімдерді, новый жаңалықтарды өзім сіздерге айтпай-ақ салып жүре беремін. И тендерде жыл сайын жаңа заң өзгерген кезде видео сабаққа астына сабақтар қосыла береді. Сіз оны өмір бақи хабардар болып отырасыз. Менен кейін басқа ешқандай адамнан тағы да басқа курс алудың қажеті жоқ. Жалпы сіздерге тендер арқылы табысқа жетуді түсіндіре алдым, дәлелдедім деп ойлаймын. Сондықтан дәл қазір инстаграмға маған төменге дайректке жазыңыз да сабақты аламын деңіз, имя фамилия жазыңыз, реквизит жіберіп төлем жасайсыз, сабаққа доступ аласыз. Сабақта кездескенше.